А векторының координаталарын табыңыз. Егер А векторы Б векторына коллинияр және А вектор мен Б векторының скаляр көбейтіндісі 22-ге тең болса дейді. Так, есімізге түсірейік, Амир. Векторлар коллинияр болады, егер де, қараңыз, иә, былай дейік міне. Егер де А, жоқ, мен бұл жерге жазайыншы былай. Былай деймін мен. Егер де қандай да бір А векторының координаталары XA, YA, ZA болса, және Б векторының координаталары XB, YB, ZB болса, және А векторы Б векторына коллинияр деп тұрса, осылай міне, коллинияр деген осылай белгіленеді, онда мынандай теңдік орындалады. XA бөлінген XB тең YA бөлінген YB тең ZA бөлінген ZB. Түсінікті ғой, иә? Вот так, қараңыз. Бізде, былай дейік міне, Б векторының координаталары бізде 1, минус 3, 1, ал А векторының белгісі. Демек, қараңыз, А векторын Б векторына көбейтетін болсақ, ол бізде 1 көбейтілген XA қосу минус 3 көбейтілген YA қосу 1 көбейтілген ZA. Бұның барлығы бізде 22-ге тең болу керек, иә? Немесе бізде мынандай теңдік шығады бізде. XA минус 3YA қосу Z тең 22-ге. Үш айнымалысы бар теңдеу шықты. Тағы да, бұл жерде тағы да бір қосымша шарт бар. А векторы Б векторына коллинияр. Демек, егер де біз XA-ны 1-ге бөлсек, ол тең болу керек бізде YA бөлінген минус 3-ке, тең болу керек ZA бөлінген 1-ге. Енді бұлардың барлығы өзара тең болып тұрғандықтан, біз мынаны XA-ны мына ZA-ға теңестіре салуымызға болады. Көріп отырсыз ба? Көріп міне. Яғни міне бөлімдері тең, бір-бір, демек алымдары тең болады. Бұдан шығады бізде XA тең ZA. Екінші, XA-ны енді біз немеге тең деп ала аламыз? XA-ны біз YA бөлінген минус. Сонда бізде XA дегеніміз ол бізде минус 3-тен 1 YA деп айтуға болады. Болды, енді мына жерде X-ның орнына қоямыз. X-ның орнына минус 3-тен 1 A-ны қоямыз. Минус 3-тен 1. Минус 3-тен 1 YA. YA минус 3A. Так, плюс жай XA, ол XA-ға тең болады. Иә, ол XA-ға тең болады, иә? Так, X-тің орнына Y-ті қойдық, Y қалды. Мынау мұнамен тең. XA, YA тең. Так, Z-тің орнына бірдеңе қойуымыз керек. Ол XA болмайды ма? Ол XA болады. Тең. Осы орын екі айнымалы болып тұр бізде, көрдің бе? Екі айнымалы болып тұр. Мынау мынаған тең. Z-ті мына жерден шығарып аламыз ғой. Смотри, Z-ті еще мынаған, мына екеуінде былай теңестіре салуға. Көріп отырсың ба, Амир? Минус YA бөлінген 3, теңді міне бізде Z. Ну, енді бұл не деген сөз? Мұнан бірді алып тастауға болады ғой, дұрыс па? Бірді алып тастауға болады, сонда бұл дегеніміз бізде не міне? Минус YA тең 3-тен 1, да? Минус тоже минус 3-тен 1 YA болады. Бұның барлығы бізде 20. Так, ну смотри, минус 3-тен 1, минус 3-тен 1. Ол минус 2-ден 3 YA. Согласен? Минус YA тең 22-ке. Все, болды еді мұнан, есептеуді қой. Так, мынау 9 болады, 10, 11, я, минус 11, минус 3-тен 11. Да? Так, 22 мен 11 қысқарады бізде, дұрыс па?
Мұнда 1, мұнда қанша бізде? 2. 2. Так, екіншіге көбейткенде қанша болады бізде? 6, дұрыс па? 6. Y тең минус 6-ға. Y тең минус 6-ға. Енді X аны табамыз. XA дегеніміз ол бізде минус 3-тен 1 көбейтілген минус 6-ға да. Мына екеуі қысқарады. 1, мынау 2 болады. Минус минус плюс береді. Нешеге тең болады? 2-ге. 2-ге. Есімізге түсірейік. XA мен ZA-да өзара тең. Значит, ZA-да нешеге тең? 2. 2-ге. Все, жауабы сонда А векторының координаталары X бойынша 2, Y бойынша минус 6, Z бойынша 2. Все, есеп шықты. Түсінікті ме? Иә. Так, супер. Тамаша. Кеттік, келесі есеп. Мынандай, тригонометриялық теңдеу. Тригонометриялық теңдеу. Мгм. Так. Мында былай дейді Амир. Мына теңдеуді шығару үшін біз былай істейік. Синус 3х минус косинус 3х. Мынау дегеніміз не бізде? Ол түбір астында 3 бөлінген түбір астында 2. Дұрыс па? Иә. Вот. Теңдеудің сол жағы дегеніміз міне мынау сол жағы. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Мынау сол жағы, мынау оң жағы. Понятно, да? Так, сонда мен былай деймін. Теңдеудің сол жағында, оң жағында 1 бөлінген түбір астында 2. Ага. Понятно, да? Да. Так, сонда былай болады бізде 1 бөлінген түбір астында 2 синус 3х минус 1 бөлінген түбір астында 2 косинус 3х түбір астында 3 түбір астында 2 1 бөлінген түбір астында 2. Так, енді есімізге түсірейік, иә? 1 бөлінген түбір астында 2 дегеніміз ол бізде түбір астында 2 бөлінген 2. Түсінікті ғой, иә? Иә. Так, және мынанды есімізге түсірейік. Мынанды естеріңізге салып жіберейік. Синустың 45 градусы, яғни пи бөлінген 4, ол қанша бізде? Түбір астында 2 бөлінген 2. Дұрыс па? Косинустың да пи бөлінген 4 бізде түбір астында 2 бөлінген 2. Ага, демек синус 3х косинус пи бөлінген 4 деп жазуға болады. Минус мына жерде синус пи бөлінген 4 косинус 3. Енді мына жерде қарамын. Түбір астында 3-ті 1-ге көбейткенде ол түбір астында 3 қой. Иә. А түбір астында 2, ол қанша болады бізде? 2. Так, енді мына жерде мен сізге тригонометрияның мынандай формуласын есіңізге салып жіберейін. Синус альфа көбейтілген косинус бета минус синус бета көбейтілген косинус альфа дегеніміз ол бізде синус альфа минус бета. Түсінікті? Иә. Вот. Значит, демек қараңыз, мына жерде бізде міне 3х деген ол бізде альфаның орнында тұр. Ал пи 4 деген ол беттаның орнында тұр. Демек, мына айырманы біз былай жаза аламыз. Синус 3х минус пи бөлінген 4 тең түбір астында 3 бөлінген 2. Енді есімізге түсірейік, синус функциясының қандай аргументінің мәні бізге түбір астында 3 бөлінген 2 береді. Ол бізде 60 градус, дұрыс па? Минус 1 бөлінген n, пи бөлінген 3 қосу пи n. N дегеніміз кез келген бүтін сан. Так. Енді не біз 3х кешіріңіздер, пи бөлінген 4-ті оң жаққа қосу таңбасымен жіберемін. Қосу пи n, n тиісті z. Сосын теңдіктің екі жағында 3-ке бөлемін. Сонда минус 1 бөлінген x тең минус 1 n дәрежеде, мына 3, мына бөліміндегі 3-ке көбейтіледі. Пи бөлінген 9. Сосын 3 мына 4-ке көбейтіледі. Пи бөлінген 12. Мына жерде бізде пи n бөлінген 3 шығады. n тиісті z. Болды, теңдеу шықты. Түсінікті? Иә.
Так, поехали дальше. Келесі есеп. Ага. Так, ну, былай деп көрейік. Котангенс альфа дегеніміз ол немене бізде? Ол бізде косинустың неменеге? Синусқа қатынасы. Ал тангенс альфа дегеніміз ол бізде керісінше синустың Синустың косинус. косинусқа қатынасы. Дұрыс па? Мгм. Немесе мынаны тангенс пен котангенс өзара кері функциялар дейді. Тангенс дегенді бір бөлінген котангенс альфа деп жазуға болады. Ал котангенс альфаны бір бөлінген тангенс альфа деп жазуға болады. Так, онда не істейік мына жерде? Синус x бір қосу косинус x тең 2 минус косинус x бөлінген синус x дейді. Так, мына біреу міне азайтқышта тұрған қатынасты мен мынаны түгел мен сол жаққа жіберем, алдында минустар, демек ол плюстан басымен кетеді. Синус x бір қосу косинус x косинус x Синус x. тең 2-ге. Иә? Так, ортақ бөлімге келдік. Амир. Ортақ бөлім дегеніміз, егер әріптер болса, міне өрнектер болса, ортақ бөлімі мына екеуін көбейте саласыздар. Иә. Так, синус x міне мұнда кетеді. Минус x. Мына жаққа бізде кетеді бір қосу косинус x. Так, синус x-ті синус x-ке көбейткенде синус квадрат x қосу бір қосу косинус квадрат x. Өтірік айтам. Синусты мынаған көбейтем ғой мен. Көріп отырсыз ба? Синусты косинусты бірге көбейткенде Косинус. Я бұны Косинус x қосу косинус квадрат x. Совершенно верно. Молодец. Мына жерде бізде болады синус x косинус x. Так, енді есімізге түсірейік. Синус квадрат x пен косинус квадрат x-тің қосындысы нешені береді бізге? Бір. Бірді береді. Дұрыс па? Бір қосу косинус x. Синус x бір қосу косинус x тең 2-ге. Так, жерге қысқаратындар. Дұрыс па? Иә. Так, мына мен мынаны не істейді? Қысқарып кетеді. Сонда бізде жақсы теңдеу шығады. Бір бөлінген синус x тең 2-ге. Дұрыс па? Немесе синус x тең 2-ден 1 бұл дегеніміз. Енді синус функциясының қандай аргументінің мәні 2-ден 1-ді береді. Ол бізде 30 градус пи бөлінген 6 пи n тиісті z. Все. Теңдеу шықты. Түрі қорқынышты болғанмен қиын емес екен, иә? Да. Не дай бог такой nt-да келіп қалады. Білмеймін енді оларға беріп. Келіп қалу мүмкін, иә? Өйткені көп ұзақ шықпайды, иә? Иә, ұзақ шықпайды. Келеді. Келіп қалу мүмкін, иә. Так, мынандай теңдеу. Так, не істесек. Так, ну синус 2х ол 2 синус х. Мынау косинус синусқа. Сосын не береді екен? Біріншіден, мынау 2х, мынау х. Ол жақсы емес. Жарайды. Жазайық. Осы әдісті қолданып шығу керек осы әдісте. Так, мына жерде былай ғой міне. 2 синус х көбейтілген косинус х. Сонда мына 2 міне. Мына 2 мен мына 2 көбейтіледі 4 шығады. Түсінікті ғой, иә? Қайда? Сейчас пожить. Міне. Синус 2 альфа ғой формула. Иә. Синус 2 альфа дегеніміз ол бізде 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Бірақ. Так, мына сонда міне. Мына 2 мен мына 2 көбейтіліп 4 болып кетеді. Мынаның барлығы бізде 1 кеткен болады.
Так, ары қарай жарайды. Не істейік енді? Енді барлығын синусқа көбейтіп шығуға болады. Мына жерде квадрат шығады, иә. мына жерде минус х шығады. Иә? Мгм. Ага. Косинус х минус 4 синус квадрат х. Жай жоқ. Көбейтіліп тұр ғой. Косинус х минус 4 синус квадрат х, сосын тағы да косинус х, Плюс х косинус х. Ойбай, не х. косинус? Синус қой, синус қой. Тең синусқа көбейтіп. Б. Синусқа көбейтіп отырмын. Дұрыс па? Иә. Иә. Мынау енді бізде бұл әжептәуір теңдеу. Ойландыратын теңдеу. Так. Мында замена жасасақ, айнымалыны. Так, тангенс арқылы өрнектейтін болса, құдайым ау мына жерде. Так, егер мына жерде синусты жақшаны сыртына шығарсақ, ол бізге не береді? Бізге түкте бермейді ғой. Так. Так, дәреженің көрсеткішін төмендетуге болады. Ол косинус 2х шығады. Бәрібір де мына жақта синус қалып қояды. Бір бөлінген косинус х-қа көбейтсек ештеңе болмайды. Дәніңе болмайтын сияқты. Қазір мынаны төмендетіп жіберсек, мына аргументті екі еселеніп кетеді. Так, мына жерде бір шығу жолы болу керек. Катангенс. Катангенсті былай жазуға болады. Мынандай формуладар бар енді. Оны қолдансам күрделеніп кете ме деп қорқып тұрмын ғой. Синусты міне осылай жазуға болады. Бұл жерде көрдің бе? Квадрат, тағы да квадрат деген бар. Косинус 1 минус тангенс квадрат альфа бөлінген 2. 1 қосу тангенс квадрат альфа бөлінген 2 деп міне осылай. Екеуін осы синусты косинусты тангенс арқылы өрнектеп жазуға болады. Бірақ мына жерде көрдің бе? Бізде квадрат тұр ғой тағы да. Осын қолдан көрейікші, не болса да. Иә? Давайте. Мынау керек жоқ. Бұдан шығу жолын көріп тұрған жоқпын. Короче, синусты енді қарам жерде. Косинусты синусқа бөлсек, мынау қысқарады. Мына жерде былай шығады бізде үстінде 1 минус тангенс квадрат альфа бөлінген 2. Мына жерде 2 тангенс альфа бөлінген 2 шығады. Өйткені мына плюстар қысқарып кетеді ғой. Ана жерде 4 синус х көбейтілген косинус х-ті басқа шығалсақ ше. Осыны қоямыз міне, осыны қоямыз. Қазір енді осыны қоямыз. 1 қосу тангенс квадрат альфа бөлінген 2. 1 минус тангенс квадрат альфа бөлінген 2. 1 қосу тангенс квадрат альфа бөлінген 2. Так, тең 1-ге. Енді бұл жерде былай дейік міне біз. Бұл жерде мынандай тангенс альфа бөлінген 2 дегенде әзірше т деп алайық. Хорошо? Былай. Қара түске ақпен жазып тұрмыз ғой, былай деп көріп тұр. Так, сонда бізде бұл жерде былай шығады. 1 минус т 2т минус. Так, алымына жібере салайықшы 4-ті. 4 көбейтілген 2 болады, 8 болады. Бір жолы 8 деп жатайық, иә? 8т 1 қосу т квадрат көбейтілген 1 минус т квадрат 1 қосу т квадрат барлығы 1-ге тең. Вот. Міне бізде не шықты, көрдің бе? Осы ғой қорқып тұрған. Так, мынау мынаған көбейтіледі, мать моя.
Так, короче, барлығын міне мынаны көбейтсек, мына жерде қысқарады, мынаның біреуінде қысқарады, біреуінде қалады. Мына теңдеудің өзі бізге оңайға түспейді шығару жолы. Так, мына бір минусты, бір қосылды. Жарайды. Так, құдай, мынаның өзі бізге үшінші дәрежеге келіп қалады. Так, жайт, мынаны кім? Амир қоя тұрайық, жарай ма? А там нельзя вот так вот взять? Мына жерде 4 синус x көбейтілген косинус x, оны жақ жағын сыртына шығарамыз 2-ні, сосын 2 көбейтілген синус 2x деп алуға болмай ма? Так, мынаны, так, мынаның аргументін тоқта. Котангенсті тангенс и котангенсті осылай жаздық, синусқа көбейттік, квадраттарын берді. Так, давай қоя тұрайық, қасқа қайтып келеміз, жарай ма? Уақытты жеп отыр ешкім. Да. Ага, сейчас бұған келеміз Мне бәріміз. кажется, не будет такого, да? Так, о, жеңіл деп едік, ничего жеңіл көріп тұрған жоқ. Мынаны 2 тангенс. Так. Не деп көрейік тангенсті? Синус бөлінген косинус деп па? Да, давайте. Синус квадрат x, косинус квадрат x плюс 3 тең 3 косинус x. Барлығын косинусқа көбейтсем, я? Косинус квадрат x косинус көбейтіп жүрсем, плюс 3 косинус квадрат x. Мына жерде былай ғой, мен қара. Косинус x и косинус квадрат x. Мынаның бір дәрежесі, мынаның тоғынан кетеді. Түсінікті ғой, я? Я. 3 косинус x шығады. Вот более еще... ну, все, нормально. Мына шығаруға болады. Так, ну, енді мына жерде неменен? Мынаны есімізге түсірейік. Что синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа нешеге тең? 1? 1-ге, да? Онда синус квадрат альфа дегеніміз 1 минус немене бізде? Косинус квадрат альфа. Альфа. Ага. Так, значит, мына жерде қалай істейміз? 2, 1 минус косинус квадрат Косинус квадрат альфа. X. Косинус квадрат x тең 3 косинус x, да? 2 минус 2 косинус квадрат x. Косинус квадрат x 3 косинус x. Так, мынау болады бізде немене? Мынау болады бізде жай ғана косинус квадрат x. Мынау ана жаққа минуспен келеді. 3 косинус x қосу 2 тең 0. Я? Т деп алсақ. Я косинус x-ті т деп алсақ. Неме шығады бізде? Т квадрат минус 3 плюс 2 тең. Да? Так, дискриминант 9, ол 3-тің квадраты. Правильно, да? Т1. 3. Минус. Плюс минус. Тоқта, мен өтірік айтып кеттім. 3-тің квадраты 9. 9. 8 алғанда 1. 1 болады. Мынау қанша болады бізде? 2, 1 болады, да? 2, 3 қосу 1 бөлінген 2 тең нешеге? 2-ге. 2-ге. Ага. Так, ну екі жағдайды қарастырамыз. Немене бірінші бізде? Косинус x тең 1-ге. Тең 1-ге. Дербес жағдай ол бізде 1 деген ол 2 pn. Так, екінші жағдай. Косинус x тең 2-ге. Болу мүмкін емес, я? Өйткені 2 косинустың мәндер облысына кірмейді. Так, жауабы сонда x тең 2 pn. Минус
ана жерде екі жай қоя салыңыз ба? Там бір болу керек, да? Түсінбедім, қай жерде? Екінші мәнінде. Мынада ма? Жүр. Астындағы. Мынау ма? Минус Мына жерде. бірден бірге дейін. Молодец. Молодец. Минус бірден бірге дейін. Совершенно верно. Рахмет. Все, теңдеу шықты. Так, келесісін қалай шығарамыз? Так, мына жерде дәрежелер бірдей, по идее. Түсінікті ме мен не істегенім? Амир, 81 минус. Иә. түсінікті ғой, иә? Синус квадрат x қосу 81 Синус квадрат. квадрат x. Мынау түсінікті ме? Қайдан келген? Иә, сіз косинус квадрат x-ті осылай алдыңыз. 1 минус синус квадрат x. Иә. Бірақ сосын анау неге былай жазылып қалды? Мынау неге былай жазылып қалды? Өйткені минус болып тұр. Иә. Дұрыс, солай жазуға болады. Осылай. Дұрыс па? Иә. Мынау бізде міне n, мынаның барлығы бізде m. Так, енді қалай ойлайсың, не істеу керек? Так. Понятно? Солай ала берейік па? Так можно? Иә, конечно. Кто запрещает? 81 бөлінген t тең 30. Так, барлығын t көбейтем. T квадрат минус 30 t қосу 81 тең 0. тең 0. Так, ну что енді? Дискриминант 30-дің квадраты 900 ғой. Дұрыс па? Мында бізде неме? 4-ке көбейтеміз 324. Правильно? Да. Так, 900-ден 300 аламыз қанша бізде? 600 ғой. 600, 576. 576, да? Так, 6. Қандай санды өзіне 2 рет көбейткенде 6-мен аяқталады? Ол 4 жерде 4 16, сосын бізде 6 жерде 6 16. Дұрыс па? Так, 14 аздау болады шығар, наверное. 24. Да? Так, ну, 24. 20 қосу па? 20-ның квадраты 400, анау 40, 160, 400-ге 160, да? 560 и қосу 16. Дұрыс. 24-тің квадраты екен, да? 24-тің квадраты. 500, иә. Так, 24-тің квадраты. Енді t1 мен t2, да? t1, t2. Так, 30 минус 24, t1, t2 дейсің. Минус 24 бөлінген 2. Так, 6-ны 2-ке бөліңдерші қой, да? 3 болады. Анда 57, да? Оның жартысы 27. Согласен? Мына жерде 54. Иә. Дұрыс қой, иә? Иә, дұрыс. Бірінші. Так, 81 синус квадрат x. 3-ке. Ең 3-ке. Ол 3-тің 4 дәрежесі болады, 4-ші дәрежесінде болады. 81. Совершенно верно. Так, 81 дегенде мен былай жазам. 3-тің 4 дәрежесі исында синус квадрат x. Мына 1 дәрежесі. Мынаған көбейтіле салады. 4 анаған көбейтіле салады. Дұрыс па? Мынандай қасиет бар ғой. m дәрежеде болса, m көбейтілген m бола салады. Дұрыс па? Иә. Так, значит, бізде болады 3, 4 синус квадрат x
тең мына жерде көбейту иә 3-тің 1 дәрежесі. Так, дәрежелер тең, негіздері тең. Бұдан не шығады бізде? 4 4 синус синус квадрат квадрат x иә. Дұрыс па? тең 1-ге. Мхм. Так. Көбінесе осындай теңдеулерді дәреже көрсеткішін төмендету формуласымен шығарып жібереді. Солай, өйткені ыңғайлы өте жақсы. Бір ғана шешім шығады ғой енді. Мхм. Квадрат альфа дегеніміз ол 1 минус косинус 2 альфа бөлінген 2-ге. Ал косинус квадрат альфа дегеніміз ол 1 қосу косинус 2 альфа бөлінген 2-ге. 2-ге. Мхм. Так, 4 1 минус ойбай, синус жазып отырмын. 1 минус Косинус 2х бөлінген 2х тең 1. Мгм. Так, мына жерде 4 пен 2 қысқарады. 2 минус 2 2 косинус 2х тең 1. 2 косинус 2х тең 1. Иә? Так, 2-ден аламыз. 2-ден 1-ден 2-ні аламыз. Ол бізде минус 1 болады. Минуске бөлеміз. Минустарын алып тастаймыз. Иә, сонда 2-ден 1 шығады. Иә? Так, есімізге түсірейік. Косинустың қандай аргументте 2-ден 1 деп береді. Ол біз 60 градус пи бөлінген 3 қосу 2 пи-н. Иә? X тең плюс минус сосын нешеге бөлеміз? 2-ге бөлеміз. Мынау 6 болып кетеді. Мына жерде 2-лер 6 болып кетеді. Мына жерде қысқарады. Міне бір шешімі табылды. Бір шешімі табылды. Көріп отырсыз ба? Иә. Так, енді екінші шешімін табамыз, иә? Мына жерге жазайық оны. Так, ну, дәл солай ғой енді бізде. Иә, ана жерде 3, 4 синус квадрат x тең 27-ге. Ол 3-тің 3-ші дәрежесі. Дұрыс па? Иә. 4 синус квадрат x тең 3-ке. 3-ке. Немесе синус квадрат x тең 3 бөлінген 4. Иә? Так, 1 минус косинус 2х бөлінген 2. 3 бөлінген 2. Так, ой, 3 бөлінген 4. 3 бөлінген 4. Так, енді осы жерде былай қысқарта салуға болады, Амир, смотри. Мынаны мен былай қысқарта салуға болады, мынау 1, мынау 2 болды. Көрдің бе? Иә. Так, сонда бізде шығады. Короче, мынау 1-ден 3-тен 2-ден 3-ті азайтамыз, иә? Ол болады бізде минус 2-ден 1. Правильно? Косинус 2х тең болады. Мынау жаққа плюспен, мынау жаққа минуспен кетеді. Минус 2-ден 1 болады. Иә, минус 2-ден 1. Минус 2-ден 1. Так, мен мына жерге жазайын. Енді есімізге түсірейік. Косинус функциясының қандай аргументтің мәні бізге нені береді? Минус 2-ден 1-ді. Так. Егер... Ол 240 градус емес па? Жоқ. Егер 60 градус 2-ден 1 болса, 180-ден 60 аламыз, 120. 120. Минус 2-ден 1 болады. Значит, плюс минус. Плюс минус 2. Қосу 2 болады уже. Түсінікті ғой, иә? X тең 2 бөлгенде ана жерде қысқарып кетеді. Бізде пи бөлінген 3 болады. Мына жерде 2 қысқарады. Пи м болады. М тиісті Z болады. Все, теңдеу шықты. Түсінікті? Иә. Все, прекрасно. Қазір екінші бөлімін өткіземіз тағы да. Сосын ертең бесплатный сабақ болады. Сағат нешеде өткізейік оны? Өздерің айтыңдар ыңғайлы. Жарайды. Уақытын жазып жүріңдер, иә? Түстен кейін. Қай кезде ыңғайлы? Кешке ме? Так, үш рет өткіземіз. 40 минуттан ертең. Так, жүйе. Біреулерің айтып едіңдер ғой, иә? Жүйе келді деп теңдеуден, да? Міне мынандай жүйе. Амир, көріп тұрсыз ба? Иә. Так, бұны мен давайте былай істейік. Мынаны бірінші дейік, мынаны екінші дейік.
Мен біріншіні екіншіге қоса салам да, сосын содан не шығатынын қазір көрсетемін. То есть міне сол жағына қосам, оң жағына қосам. Түсінікті ғой, иә? Иә. Синус x, синус y қосу косинус x, косинус y тең 4-тен 1 қосу 4-тен 3. Так, енді мынау немереге ұқсайды? Мұндай формуланы естеріңізге салып жіберейін. Косинус альфа, косинус бета плюс синус альфа, синус бета. Бұл немереге тең? 4-тен бірге. Жоқ. Бұл бізде косинус альфа минус бета. Міне. Түсінікті? Иә. Мынаны былай орнына ауыстырып жазайын, міне, былай түсінікті болғанда. Косинус x, косинус y плюс синус x, синус y. Мына жағын нешеге тең болады? Бірге. Бірге тең болады. Совершенно верно. Міне соны қара, бізде альфаның орнында x тұр, беттаның